орында тұр. Бірінші орында жүрек қан тамыр аурулары. Жастар машинада келіп инфаркт құлап жатыр. Өзіміз құдамыз қайтыс болды, 50 жасында. Жай ашын тұрып, құлап қалды, пол, половина, инсульт, инфаркт, жүрек қан тамыр ауруларына ғой. Міне элергинин, соғышымыз шығардық. Бірінші действиясы, элергинин деген аминокислоталардың ішінде королева аминокислот деп айтамыз. Бұл үш физиолог получает Нобелевскую премию сердечно-сосудистой системы. То есть, если моноксид доставляет кислород, клетканың ішіндегі әлсіреп тұрған клетканы тірілтіп жұмыс істеп жетеді мынау элергин. Гипертониктарға хорошая новость. Спазм снимает, давление түсіреді. Бірден түсірмейді, бірте қалпына келтіреді. Қан тамырларды тазартады. Элергинин через гипофиз регулирует весь гормональный фон. Щитовидка, молочная железа, фиброз кистозная мастопатия, сахарный диабет, панкреатит, поджелудочная железа, надпочечник, что отвечает за давление, яичниковая система у женщин, у мужчин предстательная железа. По бесплодию 132 адам бізде результат получили по бесплодию. По бесплодию результаттар алып жатырмыз.